Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазақ әдебиеті сабағы басталды. Бүгінгі сабақтың тақырыбы халық ауыз әдебиеті ертегілер. Оқу мақсаты: әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау. Бірінші бөлім: таза мінсіз асыл сөз. Биыл қазақ әдебиеті оқулығын қолдарыңа алғаш рет алып отырғандықтан барлық оқушыларға тек сәт сапар тілеймін. Қазақ әдебиеті халқымыздың рухани байлығы. Әдебиет дегеніміз сөз өнері. Көркем сөз дегеніміз әдемі, орынды сөйлеу. Жақсының өзі өлсе де сөз өлмейді деген бұрынғылардан қалған сөз бар. Араб тілінен аударғанда әдебиет асыл сөз деген мағынаны білдіреді. Көркем шығарманы жазған адамды автор деп атаймыз. Егер ол ауыздан ауызға таралып, біздің заманымызға жетсе, бұл ауыз әдебиетіне жатады. Ауыз әдебиеті шығармаларының авторы халық. Әдебиет екіге бөлінеді: ауыз әдебиеті және жазба әдебиеті. Шығарманың жазылу ерекшелігі шығарманың жанры болып табылады. Халық ауыз әдебиетінің жанрлары өте көп. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз ертегі жанрына жатады. Ертегі қиялдан туған туынды немесе шығарма. Ауыз әдебиетінің ықылым заманнан келе жатқан көне мұрасы. Ертегі қара сөз түрінде айтылады, кейде өлең түрінде кездеседі. Қазақ ертегілерін академик Мұхтар Омарханұлы Әуезов тақырыбы мен мазмұнына қарай 3 топқа бөліп көрсеткен. Ертегілер: қиялға жайып ертегілері, хайуанаттар туралы ертегілер, шыншыл ертегілер. Бірінші тапсырма: төмендегі сұрақтарға жауап беріңіздер. Әдебиет қай тілден енген сөз? Әдебиет нешеге бөлінеді? Ертегі дегеніміз не? Ертегіде не айтылады? Мұхтар Әуезов ертегілерді мазмұны мен тақырыбына қарай неше топқа бөлген? Атаңыз. Дескриптор: жоғарыдағы сұрақтарға жауапты дәптерге жазады. 5 балл. Екінші тапсырма: оқулықтың 6 бетіндегі ережені оқып, жаттау. Дескриптор: ережені оқиды, жаттайды. 5 балл. Оқушылар, кері байланысқа шығып отырайық. Рефлексия бізде бағдаршам. Егер бүгінгі сабақты түсінбесеңіздер, түсінбедім, яғни бізде қызыл түс, сары түс, сұрағым бар, кішкене ғана түсіндім. Жасыл түс, сабақты толық түсіндім.